Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге табиғи және сенімді дауыс үшін қандай жаттығулар жасау керек, сол туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және достар, видеоны достарыңызбен де міндетті түрде бөлісіңіздер. Достар, бірінші жаттығу бізде Тарзан деп аталады. Яғни біз Тарзан секілді өзіміздің көкіректерімізді ұрғылап, М әрпін айтатын боламыз. Олай болса, бірге жасап көрейік. Ең алдымен терең тыныс аламыз, демді жинап тұрып, М дыбысын айту арқылы өзіміздің көкірегімізді ақырын ғана ұрғылайтын боламыз. Олай болса, бірге жасап көрейік. Міне, осылай достар, өзіміздің өкпедегі резонаторларымызды біз оята аламыз. Және де достар, ең алдымен сіздер бұл дауысқа арналған жаттығулардың барлығында негізі таңертең жасасаңыздар болады. Егер де сіздер жаттығулар таңертең жасайтын болсаңыздар, бұл жаттығулар өзінің пайдасын тигізеді, яғни эффективті болады. Ұйқыдан оянған кезде бұл жаттығуды жасайтын болсаңыздар, оның пайдасы орасан зор. Бұл жаттығуды сіздер өздеріңіз қалағанша жасасаңыздар болады. 5 минут, 2 минут немесе 3 минут өзіңіздің бос уақыттарыңызға қарай жасай аласыздар. Ал енді келесі бізде екінші жаттығу. Бұл жаттығу бізде тағы да М дыбысына арналады. Біз М дыбысын айту арқылы мұрнымызды осылай саусақтарымызбен ұрғылайтын боламыз. Олай болса, бірге жасап көрейік. Бұл жаттығуда бізде өте оңай жаттығулардың бірі, сол үшін сіздер оны өздеріңіз қалағанша жасай аласыздар. Достар, бізде келесі үшінші жаттығу, бұл да бізде М дыбысына арналады. Жалпы мен сіздерге бұл жаттығуды қазір толықтай көрсете алмаймын, өйткені дәл қазір менде штатив лампа жоқ. Сол секілді сіздерге осылай отырып айтуға тура келеді. Бірақ мен сіздерге мына жерге өзін суретін қалдыратын боламын, қалай жасау керектігін. Егер де болса, мен сіздерге дайын суретін қалдырамын. Ал бұл жаттығуды жасау үшін, достар, сіздер ең алдымен орындарыңыздан тұрасыздар. Орындарыңыздан тұрып, аяқтың ұшымен тұрып секіресіздер де М дыбысын айтасыздар. Орындарыңыздан тұрыңыздар бірге. Одан кейін аяқтың ұшымен тұрып, секіресіздер, қатты емес, ақырын ғана секіріп, М дыбысын айтасыздар. Бұл жаттығуды да 3 немесе 5 минут көлемінде жасасаңыздар болады. Достар, мінеки, өзіңіздің дауысыңызды, табиғи дауысыңызды әдемі ету үшін сіздерге дәл осындай жаттығулар қажет болады. Егер де сіздер де осы жаттығуларды жасап көріп, пайдасын көріп жатсаңыздар, онда комментарийда бөліссеңіздер болады. Және де алдағы уақытта менің каналымда қандай видеоларды көргілеріңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіздер, достар. Олай болса, осымен бүгінгі видео аяқталды. Келесі кездескенше, достар, сау болыңыздар.